Баяғыда жолбарыс бір күні бір түлкіні ұстап алады. Түлкі қуланып, құйрығын былай да қимылдатып салып, мені сіз жей алмайсыз, мен осы орманның иесімін, сондықтан мені жей алмайсыз дейді. Сосын жолбарыс ойланып қалады. Жолбарыс ойланып қалады. Сол кезде түлкі тағы да жолбарысқа қарап, ұнамайсыз ба? Ұнамасаңыз, менің артымда жүріп отырыңыз, мен орманға барайын. Сол кезде көресіз көзбен дейді. Жарайды онда деп, жаңағы түлкінің артына еріп отырады. Сөйтіп орманға келеді. Орманға келсе, бүкіл аң біткен, құс біткен, бәрі тым-тырақай қаша жөнеледі. Құстар болса аспанға ұшып, аңдар болса үндеріне тығылып, бәрі жоқ кетеді. Сол кезде түлкі аңғазданып, міне көрдіңіз ғой, мен осы орманның қожасы болам, мінекей деп танауын аспанға көтеріп, маңғазданып жүре береді. Сөйтіп жолбарыс шынында да солай екен ғой деп орманнан өзінің жеріне ақырындап кете береді. Балалар, жолбарыс пен түлкінің туралы ертегіміз осылай аяқталады.